Баршаңызға сәлем, мен бүгін ең оңай пирог жасаймын. Бізге қажетті заттар, бізге тек қана 5 ғана ингредиент керек, яғни 4 жұмыртқа, қант, қопсытқыш, маргарин немесе сары май және де ұн. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып, қантымызды қосып, барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Қантымызды қосамыз, миксерлейміз. Араластырып болдық. Енді біздің майымызды салатын боламыз. Маргарин немесе сары май қосылады. Өздеріңіздің қалағандарыңызша. Миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы бір келкі болу қажет. Араластырып болдық. Енді бөлек ыдыста біздің ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Содан соң жақсылап ішінде араластырып аламыз. Және де біздің ұнымыз міндетті түрде еліктен өткізілген болуы қажет. Сонда біздің пирогымыз үлкен болып көтерілетін болады. Мөлшерде осы біздің пирогымызға қосып отырып, миксерлейтін боламыз. Жұмсақ қамыр болғанша жасаймыз. Бұл жерде ұн әртүрлі мөлшерде кетеді. Біз енді миксерімізді алып, жай лопатканы немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Сонда оңайырақ болады. Осылай лопатканы немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Ал енді осы жерге біздің қамырымызды, жұмсақ қамырымызды еклейтін боламыз. Осылай біздің қамырымызды жинаймыз. Қолға жабысып жатқанына мән бермейміз, ол осылай болады. Қолға қатты жабыспау қажет, тура осындай болса, біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Енді бәрін бірге қосып ысамыз. Міне біз кез келген форманы аламыз, дөңгелек, төрт бұрышты, өзіңізге қалған. Ал енді осы біздің қамырымызды кішкене ұн сеуіп аламыз, жабысып қалмас үшін. Ал енді осы қамырымызды бөлетін боламыз. Кішкентай осындай бөлік алып қаламыз. Бұнымен біз бетін әрлейтін боламыз. Ал енді осы біздің қамырымызды алып, біздің формамыздың ішіне салып, осылай жайып шығатын боламыз. Не осылай жайды, енді бұны ала тұрып, біздің жаңағы мынау қамырымызды жақсылап дөңгелетіп жаятын боламыз. Ұнмен. Егер ұнсыз жаятын болса, ол жабысып қалуы әбден мүмкін. Ал енді осылай кесіп шығамыз барлығын. Ал енді кез келген туса, варенье, джем болсын, арасына салмасына салатын боламыз. Міне біз салмамызды салып болдық. Енді осы біздің қалған тестамызбен торт көзі жасайтын боламыз. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді біздің духовкамызды қыздырып қойып, 180 градуста осы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне өте дәмді пирог шықты. Енді біз оны кесіп, өте жұмсақ кесіледі, дәмін көретін боламыз. Әлі ыстық болып тұр, сонда да өте әдемі. Міне өте дәмді шықты. Қазір бірге дәмін көретін боламыз. Міне өте жұмсақ. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.